Ассалаумағалейкум. Өткен күннің өзекті ақпараттарын ақшам телеарнасы өздеріңізге ұсынады. Бүгінгі тараз басына тартылатын басты тақырыптар мынадай. Кеншілер сарайында Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздер күніне арналған салтанатты жиын өтті. Қалалық емханада қауіпті инфекциялардың алдын алуға арналған конференция өтті. Кеше қаламызда оразаның соңғы күнінде Бақдәулет мейрамханасында ауызашар берілді. Ұлт ұясы Ұлытауда халықаралық балаларды қорғау күні жоғары деңгейде аталып өтті. Кеше Шымболат Ділдебаев атындағы Кеншілер сарайының қабырғасында Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздер күніне арналған салтанатты жиын өтті. Арнамыздың тілшісі мерекелік шараның куәгері болып қайтқан болатын. Республикасының мемлекеттік туы еліміздің асқақ айбынының белгісі. Көк байрағымыз еліміздің заңғар биіктерге ұмтылысының, алға асуының мол екендігінің дәлелі. Қазақстан Республикасының мемлекеттік елтаңбасы. Осыдан 27 жыл бұрын 1992 жылдың 4 маусымында Қазақстан Республикасының туы, елтаңбасы және әнұраны ресми бекітіліп, мемлекеттігіміздің айшықты белгісіне айналды. Айтулы күнге орай Шымболат Ділдебаев атындағы Кеншілер сарайында салтанатты жиын өтті. Шара барысында мемлекеттік рәміздер, елтаңба мен ту салтанатты түрде сахна төріне шығарылып, мерекелік жиын Қазақстан Республикасының әнұранын шырқаумен басталды. Мерекелік шарада алғашқы болып қала әкімінің орынбасары сөз алып, Қазақстанның мемлекеттік рәміздері отанға, ел тарихы мен мемлекеттік тілге, мәдениет пен дәстүрге деген шынайы сүйіспеншіліктің көрінісі екенін атап өтті. Сонымен қатар Айгүл Төлендина өз саласына қосқан зор үлесі мен қол жеткізген табыстары үшін жеке кәсіпкер Меруерт Бақбергенова мен Сәтпаев қаласының дене шынықтыру және спорт бөлімінің басшысы Зухраб Даумбаевқа облыс әкімінің алғыс хатын табыстады. Өз түтінін өзі түтетуге жол ашқан тәуелсіздікке қол жеткізу тарихында төл рәміздер дүниеге келген сәт ерекше орын алады. Біздің ұлттық туымыз бүгінде Біріккен Ұлттар ұйымының штаб-пәтерінің үстінде желбіреп тұр. Біздің әнұранымыз олимпиада және басқа да халықаралық іс-шараларда шырқалады. Бұл біз үшін үлкен мақтаныш. Біздің мемлекеттік рәміздер халқымыздың тарихы мен тағдырын ұлы мақсаттарға ұмтылысын білдіреді. Қосылы қошелетіп қойыңыздар. Естелікке сөйлікке түсу рәсімі. Сонымен қатар салтанатты жиын барысында қалалық мәслихат хатшысы Татьяна Хмелерчук құттықтау сөз сөйлеп, шаһардың қоғамдық саяси өміріне белсене қатысқан бір қатар азаматтарды Сәтпаев қаласының құрмет грамотасымен марапаттады. Кеш соңы жергілікті өнерпаздар дайындаған мерекелік концертке ұласты. Абдықалықова, Аслан Әміров, арнайы ақшам жаңалықтар үшін. Сәтпаев қалалық емханасында қауіпті инфекциялардың алдын алу бойынша конференция өтті. Шарада денсаулық сақтау саласындағы өзекті мәселелер талқыланып, алдын алуға бағытталған жұмыстар жүргізілді. Аса қауіпті жұқпалы ауруларға қарсы іс-шараларды ұйымдастыру және алдын алу тақырыбында Сәтпаев мен Жезқазған қаласының медицина қызметкерлері арасында алғаш рет конференция өтті. Маңызды шараны Қарағанды облысының денсаулық сақтау басқармасын Жезқазған аймақтық өкілдігінің басшысы Ләззат Аранова ашты. Бүгінгі күнде қауіпті инфекциялар тақырыбы өзектілігін жойған емес. Жаңадан инфекциялық аурулар да пайда болуда. Қауіпті инфекциялар қоғамды дүрліктіруде. Осыған байланысты Гаухар Шәріп қызымен бірлесіп екі қала арасында түрлі тақырыпта конференция өткізуді жөн көрдік. Яғни мамандардың біліктілігін арттырып, әрқашан әр жағдайда дайын болуымыз қажет. Аса қауіпті инфекциялар бойынша қандай жұмыстарды жүргізуде, халықты жұқпалы аурулардан қалай қорғауға болады? Биологиялық түрде жұқпалы аурулардың алдын алуда қандай шаралар ұйымдастырылуда? Конференция барысында осы тақырыпта көптеген мәселелер қаралды. Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының басшысы Гаухар Жалмурзина әріптестеріне баяндама жасады. Медицина саласының қызметкерлеріне аса қауіпті инфекциялардың эпидемиологиялық жағдайлары мен медициналық мекемелердің дайындық көрсеткіштері жайында айтып берді.
Қарағанды облысы бойынша жыл басынан қауіпті инфекциялар тіркелмеді. Яғни жұқпалы адам өміріне қауіпті инфекциялар бізде жоқ. Дегенмен республика көлемінде тұрақсыз болып саналады. Осындай шараны ұйымдастырып, барлық жағдайға дайын болуымыз қажет. Сондай-ақ конференция барысында медицина қызметкерлері Сібір жарасы және тулеремияға қатысты баяндамалар дайындады. Бұдан басқа мамандар арнайы киімді қалай дұрыс кию керектігін айтты. Айта кету керек, медицина қызметкерлері арасында біліктілікті арттыратын іс-шаралар жиі өткізілуде. Осындай конференция Жезқазған қаласында өткізу жоспарда бар. Шолпан Амантай, Асан Әміров, арнайы ақшам жаңалықтары үшін. Шаһарымызда Бақдәулет мейрамханасында барша мұсылман қауымына ауызашар берілді. Сауабы мол іс-шараға қаламыздың құрметті азаматтары арнайы келді. Арысы мол қуанышты шараға арнамыздың тілшісі барып, мерейлі мерекеге куә болды. Рамазан айында жасаған жақсылықтарын сауабы еселеніп жазылатын. Жаратушының рахымына бөленетін құлшылық айы, ал аузы берік жандарға құрмет көрсетіп, ауызашар беру сауапты іс болып саналады. Кеше оразаның соңғы күнінде Бақдәулет мейрамханасында жеке кәсіпкер Меруерт Бақбергенованың бастамасымен ауызашар берілді. Адамның сабырын шындап, адалдық пен адамгершілікке, мейірімділік пен қайырымдылыққа жетелейтін бұл мерекеге қаламыздың құрметті азаматтары қатысты. Берекелі күн. Біріншіден бүгінгі ауызашар беріп отырған Бақбергеновтер әулетіне алғыс білдіремін. Енді барша мұсылман қауым осы айда мейірімділік танытып, жақсылық жасауға асықты. Олардың бірі енді Меруерт Бақбергенова ханымды арнайы атап айтқым келіп отыр. Меруерт ханым 2 жыл бұрын барлық кәсіпкерлерді жинап, меценат клубын ашты. Бүгінгі дейін қаншама жақсы қайырымдылық іс-шаралар өткізіп жүр. Айталық, былтыр 45 балаға, 45 мұқтаж балаға көмек көрсетіп, бір пәтер берілді. Бұл акция, мерім шуар акция, биыл да өз жалғасын табады. Қасиетті айда Бақдәулет мейрамханасы қайта жөндеу жұмыстарынан өтіп, өз жұмысын бастады. Ауыз ашып, дәулетті дастарханнан дәм татқан қонақтар Бақбергеновтер әулетіне тілектерін айтты. Сауабы мол шарада домбыра мен дәстүрлі әндер орындалып, мереке думанға ұласты. Берекесі мол дастарханға қаламыздың азаматтары мен аузы берік мұсылман қауымы қатысып, ғибратты отырысқа куә болып қайтты. Мешіт имамдары тағылымы мол өнегелі уағыздарды айтып, мерейлі отырыс болды. Қайырымдылық шараларының үнемі басқасына жүретін меценаттар клубының мүшесі, жеке кәсіпкер Меруерт Бақбергенова мұсылман қауымын айтулы мерекемен құттықтап, жылы тілегін арнады. Қасиетті Рамазан айының соңғы күнінде біз Бақдәулет мейрамханасын ашып, ауызашар беріп, елдің батасын алып жатқан жайымыз бар. Келген қонақтарымызға жаңа жөндеуден өткен ғимаратымызды көрсетіп, мәре-сәре болып жатырмыз. Енді мынау келіп жеткен айтымыз құтты болсын, еліміз тыныш болып, айттан айтқа, оразадан оразаға аман-есен жете берейік баршамыз. Осылайша барша мұсылман қауымы бір-біріне жылы тілектерін айтып, айтулы мерекемен құттықтап қайтты. Ұйымдастырушылар бүгінгі келіп жеткен айт мерекесімен құттықтап, айттан айтқа аман-есен жетулерін тілек етті. Келген қонақтарға арнайы сыйлықтар табысталып, мәз-мейрам болып тарқасты. Шолпан Амантай, Елдар Әлімжанов, Біржан Сағындық, арнайы ақшам жаңалықтары үшін. Ал енді Ұлытау аудандағы жаңалықтарға тоқталсақ, өткен аптада орталық алаңда халықаралық балаларды қорғау күніне орай мерекелік кеш өтті. Шараға арнамыздың түсіру тобы арнайы қатысып қайтқан болатын. Сәби күлкісі мен балғындардың бұлдырына толы ерекше күн бүкіл әлемде 1950 жылдың 1 маусымнан бастап дәстүрлі түрде тойланып келеді. Балалардың мерекесін тиісінше атап өту елімізде жылдан жылға жанарып жаңғыртылуда. Мерейлі мереке Ұлытау ауданында да кеңінен аталып өтті. Балғындар ән шырқап, би билеп, орталық алаң бүлдіршіндердің шаттық күлкісіне толды. 1 маусым балғындар үшін қос мейрам. Тек төл мерекелері ғана емес, асыр салар жазғы демалыстың бастауы. Жадыраған жазын алғашқы күніндегі мейірімді мереке асфальтта сурет салу байқауымен жалғасты.
Мемлекет негізі бүгінгі жас жеткіншектермен қаланбақ. Елімізде балалардың жағдайы толықтай дерлік қамтылған. Оның бір жарқын үлгісі жақында жүзеге асырылатын бірқатар шараларда көрініс таппақ. Мәселен, жайдары жазын ұзақ демалысында барлық аудандарда сауықтыру алаңдары жұмыс істеп, бүлдіршіндердің демалысын қызықты әрі пайдалы өткізуге септігін тигізбек. Диана Абдықалықова, Біржан Сағындық, арнайы ақшам жаңалықтар үшін. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Алда ауа райы болжамы және орыс тіліндегі жаңалықтар. Аман сау болыңыздар.